Күзгі шақыру бойынша елімізде 16 мыңнан аса жас әскер қатарына шақырылатын болды. Теміртау қаласының қорғаныс істері басқармасы 200-ге тарта теміртаулық жасты әскерге жібергелі отыр. Қазіргі таңда әскерге шақырылғандар медициналық комиссияның тексерістен өткізіп, алғашқы топ 42-дің 8-ін жіберуге әзірліктер жасалуда. Бүгін Теміртау қаласының қорғаныс істері басқармасында қала әкімінің орынбасары Дәурен Есімханов басқаратын мандаттық комиссиясының отырысы өтті. Балалар медицина сараптама өтті қала бойынша, облыс бойынша. Қазір бүгінгі шара медицина сараптама бойынша мандаттная комиссия, члены комиссии, председатель комиссии бізде Дәрен Жакипарович, заместитель акима. Соңғы член комиссии местная полиция Адылханов Жангелді Смагулович, ауған жауынгерлері, медицина председателі Сарравильна. Сол қабылдауда өзгеріс онша жоқ. Жаңа 18-ден бастап 27-ге дейін балалар жасына келген әскерге барады. Шақырылады, медицина сараптама өтеді. Қала бойынша, облыс бойынша. Соның заключение жаңағы мандатный біздің мандатный комиссия болды. Содан кейін облыста осындай жиналады да, жаңағы областной комиссар, содан кейін жаңа член комиссия болады да, сараптамашы бауысы бала дайын әскерге жіберу болады деп жібереді. Әскер қатарына 18 бен 27 жас аралығындағы денсаулығы жарам жастар алынады. Қайрат Әбішевтің айтуынша, заң бойынша қолдарына шақырту қағаздары тимеген келмей жүргендерге әкімшілік шара көріледі. Өткен көктемгі маусым қорытындысы бойынша 6 адамға осындай шара көрілген. Шақырту біздің келмей местный полиция списокқа береміз. Ол кісілер участковыйлармен осында келеді. Оларға административный, жаңа вплоть до уголовного делаларды, жаңа 6 деланы возбудить жібергенбіз местный полицияға. Оларға штраф 1003 МРП бойынша штраф салынады. Жаңағы 5 жылға дейін бас бостандығынан. Әділ Ибрагимов әскер қатарына шақырылған жастың бірі. Ол шекара қызметіне баруға ниет білдірген екен. Міне алда 1 жылдық азаматтық міндетін шекара қызметінде өткізетініне қуанышты. 17-ші мектепте оқығам. Сосын политех колледжінде оқуды бітіріп, міне әскерге аттан жатырмын. Менің ойлайтыным, әскерге бар келу ол әр ер азаматтың борышы. Қаламыздың тұрғыны Құмар Көшкінбаевтың тұңғыш ұлы Әділ 20 жастағы баласының әскерге барып отан алдындағы борышын өтеп қайтқанын қалағанын айтады. Бүгін ол қаланың қорғаныс басқармасына ұлымен бірге келіпті. Өз кезімізде өзімізді әскерде служит етіп келдік. 92-94 жылы Шымкент қаласында. Қазір бүгін өз 4 балам бар, 3 ұлым, 1 қыз. Сол бүгін үлкен ұлым әскерге аттанайын деп жатыр. Ол ер азаматтың борышы. Сондықтан мен ойлаймын, бәр азамат ол борышын ақтап келу керек. Өз отанына қызмет ету әрбір ер азаматтың міндеті. Отанға адал қызмет ету патриоттық сезімін жастардың бойында бала күннен тәрбиелеу қажет. Мұнда отбасы мен мектептегі тәлім тәрбиенің маңызы зор. Жастардың ел жандылық пен отан сүйгіштікке тәрбиелеуде соғыс ауған, соғыс ардагерлерінің өмірі мен ерлігі әрқашан өнеге болу тиіс. Сол мақсатта қаланың қорғаныс істері басқармасының мандаттық комиссия құрамында ауған соғысының ардагерлері енгізілген. Мен осы ер азаматына жағдай ел білесіздер қандай жағдай болып жатыр. Өзі дайындығы болу керек. Ертең жағдай болып қалса, қалай мен қорғаймын деп, өз үйімді, өз ата-анамды, өзім жаңағы жақындарымды, өзім елімді, өзім үйімді, солындай сезім болса, балалар келеді, әскерге жаңағы бару керек. Күзгі әскер қатарына шақыру маусымы 42-тен желтоқсан айына дейін жалғасады. 42-тің 8-іне теміртаулық жастардың алғашқы тобы әскерге аттанатын болды.